Ассалаумағалейкум достар, Қазақ Білсін арнасына қош келдіңіздер. Көп адамның сұрауы бойынша егов порталында ЕЦК, яғни электронды цифрлы қолтаңбаны қалай алуға болады деген сұрақтар көп келіп түсті. Соған байланысты мен жеке өзімнің атымнан ЕЦК кілтін қалай онлайн порталдан алуға болатынын көрсетуге тырысамын. Сондықтан мұқият болыңыздар. egov.kz сайты, оған кіру жолы оңай. egov.kz дейтін болсаңыз кіреді міне. Осы жерде электронды цифрлы қолтаңбаны онлайн алу деген батырма мына сол жағында сервистер дейтін жерде тұр міне. Қарасаңыздар. Міне жерде. Енді оны алу үшін осыны басамыз үстіне. Басқаннан кейін дәл осылай сұрау шығу керек. Шықты. Одан кейін онлайн сұрау дегенді басамыз. Онлайн сұрау дегенді басқан кезде дәл осылай шығады. Осы жерде веб камераңыздың орнатылғанын, орнатылмағанын тексеріңіз дейді. Сізде веб камера болуы керек. Оны егер қосылмай тұрса, веб камераңыз бар, бірақ қосылмай тұрса, мына жоғары жақтағы мына сілтемелер деген жерде барсаңыз, осы жерде камераңыз сурет тұру керек. Міне, қасындағы құлыпты басатын болсаңыз, мына жерде микрофон, мына жерде спрашивать деген бар, блокировать деген бар, и разрешить деген бар. Осы разрешить дегенді басамыз, сол кезде мына жақта веб камера қосылады. Веб камера болмаса, сіз онлайн ECK-ны ала алмай қаласыз. Егер сізде Windows веб камерасы жоқ болатын болса, онда оны ұялы телефоныңызды USB арқылы компьютерге қосып, сол арқылы веб камера жасауға болады. Егер ондай мүмкіндік болмай жатса, ұялы телефонмен де кіріп, осы порталға тапсырыс бере аласыз. Енді одан кейін сіз заңды тұлға немесе жеке тұлға. Біз жеке тұлғамыз, жеке тұлғаны басамыз. Енімізді жазамыз. Одан кейін сұраныс жібереміз. Енді қараңыз, міне менде былай деп шығып тұр. NCLR қосылу мүмкін емес. NCLR бағдарламасы қосылып тұрғанда көз жеткізіңіз немесе сілтеме арқылы орнатыңыз дейді. Енді қараңыз, NCLR дейтін осы egov порталымен жүретін қосымша құрылғы. Рұқсат беретін, іске асыратын. Оны орнатуымыз керек. Енді қараңыздар, астында бірден сілтемесін шығарды. Windows па компьютеріңіз, Linux па немесе Mac па деп сұрап тұр. Енді менің компьютерім Mac, сіздерде қайсысы осылардың соны таңдайсыз. Мысалы, Mac дегенді басасыз, келесі бетке ашылады. Міне осы жерде түсіндірме бар. Міне NCLR деген бар. Соның үстін басасыз. Міне қараңыздар, NCLR-ді жүктеу қайсысына екенін көрсетіп тұр. Енді Mac дегенді басамыз. Сіз Windows болса Windows'ты басасыз, Mac болса Mac'ты басасыз. Қайсысын басасыз, соны көшіресіз. Енді ол сіздің міне корзинаңызға түседі. Ой, корзина емес, загрузканың ішіне түседі. Загрузканың ішіне түсті. NCLR деген папка міне. Үстіне 2 рет басасыз. Одан кейін далее деп орнатасыз. Міне. Менде осылай шықты. Мынаған апарып тастаймын. Аутентификация дегенді басамын. Менде орнатылып тұр. Заменить етейін ба дейді. Остановить етейін ба дейді. Енді менде өзі орнатылып тұр. Оны қайтадан орнатудың маған қажеттілігі жоқ. Сондықтан осы жерден тоқтатамын. Ал сіздерде жоқ болатын болса, заменить деген шықпай, далее деген шығады. Установить дегенді басасыз. Болды, сонымен орнатылады. Енді не істеу керек? Менікі қосылмай тұр. Міне, мен енді өзімнің осы NCLR программасын қосам. Ол үшін менде міне жерде тұр, міне NCLR деген. Ол NCLR деген папканы өзіңіздің рабочий столыңыздағы жаңағы бағдарламалары тұратын жолаққа қойып қойсаңыз болады. Мен оны қойып қойғам, міне қараңыздар. Міне мына жерде тұр. Мен оның үстін 1 рет басам. Міне, қосылды. Окей деген басам. Міне, жоғар жақта қосылып тұр. NCLR деген. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар. Мен енді өзімнің бетімді, қосылмай тұрған бетті жаңартам. Енді қайтадан өзімнің жазам. Міне, NCLR сұрап тұр. Міне, NCLR қосылды. Енді ECK алуға көшу деген бар. Соны басамын.
Міне, енді менің телефон номерімді сұрап тұр. Өзімнің телефон номерімді жазам. Отправить. Отправить дегенді басам, маған код келу керек. Келді, мен кодты тердім, бірден өтіп кетті. Енді начать дегенді басам. Енді мына жерде мұқият болыңыздар. Мына қалқыма терезе шығады, сол жағында сайттың жанында. Енді осы жердегіні блокировка дегенді басып тастамаңыздар. Бұл сіздерден камераны қосайын ба, қоспайын ба деп сұрап тұр. Енді разрешить дегенді басам. Начать дегенді басамын. Осы кезде біздің бетімізде түсіретін камера қосылуы керек. Суретке түсіреміз. Түсірдім. Отправить дегенді басам. Селфи қосылды. Енді жалғастыру. Продолжить дегенді басамын. Обработка кетті, қабылдады. Міне мен негізі сайтты қазақша тілде бастаған едім. Неге екен белгісіз, дәл осы жаққа келген кезде орысша болып кетті. Әлі аударылмаған. Бұл кемшілік әрине. Бұны қазақшаға аудару керек. Енді мына жерде 4 саннан тұратын біздің жеке кабинетіміздің паролін жазуымыз керек. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жаза берейік. Задать пин-код. Енді қараңыздар, мына жерде құжаттарды қосу деген бар. Удостоверениені қосасыз, куәлігіңізді және паспортыңызды қосасыз. Қайсысы екеуінің қайсысы бар, соны қосуға болады. Енді загрузить файл деген бар және сделать фото деген бар. Мына сделать фото дегенді басатын болсаңыз, міне, бірден осы жерден дәл осылай суретке түсіре саласыз. Бірақ менде қазір қараңғы болып тұр, сол үшін мен одан шығамын да. Мына загрузить фото дегенді басам. Лицевая сторона дейді. Бұл сіздің сурет бар жағы. Енді менде рабочий столда суретке түсіріп қойғамын. Міне удостоверениемді открыть деп басам. Екінші жағын басам. Открыть. Енді отправить дегенді басам. Енді подтверждаю, что ин доставлен деген. Мына жерде батырма бар, соны басам да отправить деген тағы да басып жіберем. Личный кабинет деген бар, соған өтем. Енді одан кейінгі жұмыс тағы да біз рұқсат беруіміз керек. Разрешить дегенді басамыз. Жаңағы біздің жазған пин-кодымыз бар, соны енгіземіз. Оны енгізгеннен кейін бірден жаңағы ұлттық куәландыру орталығы PKI-Gov-ға кіреді. Одан кейін мына жақта оқып шықсаңыздар болады, бірақ енді оны оқып отырмаймыз. Біз келісім береміз бірден. Оқып шығыңыз, егер келісім бермейтін болсаңыз, басудың қажеттігі жоқ. Енгізу дегенді басам. Қайтадан ұлттық куәландыру орталығына қазақшаға кірдік. Ортасындағы жаңағы ID біздің жүзімізді көрсететін, камераны ашатын ортадағы сайт орысша болып кетті. Бұл ақаулықты алдағы уақытта толтырады деген ойдамыз. Енді менің құжаттарым шықты, міне. Example деп біздің почтамызды келтірген. Көптеген адамдарда почта әлі дейін жоқ. Соған таңғалам, қалай почтасыз өмір сүруге болады қазіргі заманда? Почта деген қазір біздің өмірімізге дендеп кіріп кетті ғой. Енді өзіміздің почтамызды жазамыз. Мен Gmail почтасын пайдаланамын, себебі Gmail почтасы бұл әлем бойынша өте танымал, көптеген мүмкіндіктерге ие, сондықтан Gmail-ын ашатын болсаңыздар да жақсы. Өзімнің почтамды жаздым. Енді кілттерді сақтау орнының деректері. Біз алатын кілтімізді қай жаққа сақтаймыз? Соны көрсетуіміз керек. Дербес компьютерге сақтаймыз. Дербес компьютерді басқаннан кейін оның ішіндегі тағы тұратын жерін көрсетіңіз дейді. Енді қараңыздар, мен мына Алтынбек Егов деген бар, 20 Егов деген, соның ішіне тағы бір папка ашам.
2020 егов кілт 02 деп қоям. Ашу. Міне, одан кейінгі біздің атқаратын жұмысымыз өтінімді беру. Міне, өтінімді беру кетті. Біздің өтінішіміздің үлгісі міне, мына жерде шығып тұр, бүйтіп. Одан кейін, міне, өтінімге қол қойылып жатыр. Обработка жүріп жатыр, өтінімге қол қойылып жатыр. Оның болып болмағаны білу үшін жаңарту деген пернені басамыз. Міне, тіркелу куәлігі өтінім бойынша шығарылды дейді. Шығарылды. Біздің өтініміміз қабылданды. Енді бізге сол кілтімізді пайдалану үшін бізге пароль керек. Енді жаңа парольді мына жаққа енгізесіз. Ұмытып қалмайтындай парольді енгізіңіз. Ертең уақытша қоя салып, не еді, қандай еді деп іздеп жүрмеңіз. Бұл сізге үнемі қолданатын болғаннан кейін ұмытпайтын, жадыңызда жақсылап сақталатындай парольді, құпия сөзді қоюыңыз керек. Мен өзімнің құпия сөзімді осылай ұзағынан қойған жақсы көрем. Қойдым. Енді біріншісі пароліміз, екіншісі сол паролімізді расымен де сол парольді қоюға сенімдісіз ба деген сияқты соны қайталап енгізуді сұрайды. Сұрағаннан кейін сертификатты жүктеу деген бар. Сертификат жүктеу дегенді басамыз. Міне, сертификаттар сәтті орындалды. ECQ кілттері қолдануға дайын дейді. Міне, біздің ECQ кілтіміз алынды. Оны көру үшін қараңыздар, міне, рабочий столға барамыз. Менің рабочий столыма барам. егов кілт деген бар. Міне, менде негізі бар еді, міне. Бірақ сіздерге көрсету мақсатында тағы бір кілтті аштым. Міне, менің кілтім дайын тұр. Одан шығам. Енді не істеу керек? Қайтадан егов порталына барам. егов порталына барам. Сосын жоғары жағында қараңыздар. Міне, кіру деген батырма бар. Сол кіру дегенді басамын. Одан кейін, міне қараңыздар. Бір жолғы жасырын сөз, логин пароль, мына жерде ECQ деген бар. Алыстан көрсететін болса, міне, ECQ дегенді басамын. ECQ дегенді басқаннан кейін, міне, мына жерде сертификатты таңдау деген бар. Сертификат таңдау дегенді басасыз. Енді жаңағы біздің рабочий столда сақтаған кілтіміз бар ғой, міне. Мен жаңа кілт 202 деп сақтаған едім, өздеріңіз көрдіңіздер. Осының үстін басам. Үстін басам, мына жақта ашу деген бар. Открыть деген бар. Енді екі кілт бар. Біреуі кіру үшін, екінші растау үшін. Out RSA деп жазылып тұрады. Біріншісін басасыз. Открыть. Енді мына жерге жаңағы сіздің жазған кілтіңіздің, егов кілтіңіздің құпия сөзін жазасыз. Открыть деген басқанда, міне сіздің аты жөніңіз, куәландыру орталығы барлығы шықты. Енді подписать дегенді басасыз. Міне, Ракимбердиев Алтынбек Талғатович деген шықты. Міне, құрметті достар, мен көрсеткен ақпарат бойынша тапсырыс беретін болсаңыз, ECQ кілтті алып, өз игілігіңізге пайдалануға барынша мүмкіндігіңіз бар. Қазір барлығы жеңілдеді, интернет арқылы барлығын істеуге болады, тіпті үйден шықпай-ақ сол электронды цифрлы қолтаңбаңызды алсаңыз болады. Ал енді электронды цифрлы қолтаңба деген не? Ол сіздің кәдімгі қолдағы ручкамен жазатын қолыңыздың электронды түрі. Ол әрбір адамға жеке ғана беріледі. Бір адамдікі екінші адамға жүрмейді. Міне сол қолдың көмегімен көптеген дүниені атқаруға болады. Мысалы, өзіңіздің жүргізуші куәлігіңізді алуыңызға болады, паспортыңыздың мерзімін, анықтамаларды алуға. Былайша айтқан кезде өміріңіздегі керекті құжаттардың 80%-ын сол электронды цифрлы қолтаңбамен алуға болады. Оны мына егов порталы арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Енді мен барынша сіздерге ақпаратты толықтай тәптіштеп түсіндіруге тырыстым. Алдағы уақытта да жалғастыра беремін деген ойдамын. Егер менің көрсеткен ақпаратым видео ұнайтын болса, міндетті түрде лайк қойыңыз, пікір қалдырыңыз, түсінбеген жеріңіз болса, және жазуды ұмытпаңыз, және қоңыраушаны белгілеңіз. Менің жаңа ақпараттарым қоңыраушаны белгілейтін болсаңыз, сізге келіп отырады. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.